Қайырлы күн, Караван KZ медиа порталында жаңа подкаст, жаңа сұхбат. Эфирде мен Ғалымжан Сәңкібаев. Бүгін біз сот орындаушылар туралы, коллекторлар туралы айтамыз. Не себепті олар? Өздеріңіз білесіздер, жақында ғана үйінен шығармақ болған борышкер Игорь Джунов 5 адамды атып салған болатын. Оның ішінде қателеспесем 3 полицей және 2 сот орындаушысы бар. Бүгін осы жайлы белгілі экономист Мақсат Халықпен бірге сөйлесетін боламыз. Аға, ассалаумағалейкум, қош келдіңіз. Уағалейкумассалам, қош көрдік. Бір жағынан қиындау тақырып негізі. Бұл елді дүрліктірген бұл істі ең алғаш естіген кезде қандай күйде болдыңыз, қалай қабылдадыңыз бұл жаңалықты? Иә, бірден айту керек, қазіргі мынау заманымызда дәл осындай жағдайға тап болып отырғанымыз бұл таңғаларлық жағдай былай қарағанда. Күтпеген жағдай десек те болатын шығар, иә? Алматыда атыс болыпты, өйтпейді деген дүниелерді біз осыдан біраз жылдар бұрын бір көргенбіз. Бірақ енді осы жағдайда тура сол бір әсерді береді екен. Яғни 5 адам атып өліпті деген кезде бірден әрине жақсы әсерде қалмайсыз. Қоғамымызда бір өте өзекті, ушынған, бір ашынған мәселелердің бар екендігіне көзіңіз жетеді. Және де бұл жағдай осы несиемен, ипотекалық несиемен, мысалы соның ішінде осындай үйді залогқа қоюмен байланысты екенін білген кезде, әрине бұның себебі белгілі дәрежеде тереңде жатқандығында түсінесіз. Жақсылап зерттеу керек дейсіз ғой. Сөзіңіз аузыңызда, дегенмен де мынау қылмыскерді жақтап жатқан адамдар да көп. Осыдан байқағаным мынау сот орындаушыларға, жеке сот орындаушыларына деген халықтың басым көпшілігінде агрессия көп сияқты. Сіз қалай ойлайсыз? Агрессия қазір кейінгі уақыттарда пайда болып жатыр, және ол ұлғайып жатыр. Бір кездерде осы сот орындаушыларға дейін көбіне коллекторлық ұйымдар болатын, олар қатты сондай қимылмен өздері ақ жұмыс жасайтын, ол кәдімгідей мафиялық сипатта жүзеге асатын, телефонға қоңырау соғып жай ғана осы қарызыңызды қашан қайтарасыз деген мәселеден бөлек қысым жасайтын. Иә, мен тіпті сіздің балаңыз қай мектепке баратынын дейін білеміз, қай жерде қандай деген сияқты кәдімгідей үлкен бір қысымдардың болатынын біз еститінбіз. Бұл коллекторлардың жұмысы біраз реттелді негізінде. Оларға байланысты нақты заңнамалары шықты. Және де әсіресе көбінесе мәселелер, көбінесе ушыққан осы әлеуметтік мәселелер көбіне көп шағын несиелік ұйымдар арқылы жүзеге асатын. Олар туралы да біраз заңдар қабылданды егер қарасақ, өткен 1-2 жылдыққа осы шағын несиелік ұйымдар, ломбардтардың жұмыстарын реттеу бойынша заңдар қабылданды. Олар мысалға пайыздары да өте жоғары болатын, космостық дәрежедегі пайыздар, олардың пайыздары мысалы күніне 2,5-3% дейін жүретін, сонда жылдық пайызына қарасаңыз, ол 700-900%-ға дейін, яғни өсіп кететін жағдай. Бір адам 100 мың теңге алады, мысалға айлығына жеткіземін деп, кейін оны белгілі дәрежеде қайтармай кетеді, бірақ та бір жылдан кейін коллекторларға берілетін, сол кезде қанша қарызбын деген кезде миллионға жуық қаражат айтылатын да. Сонда жағдай болды, иә, демек. Ондайлардың бәрі болды. Оның бәрі мысалға әзірде болып жатқан жағдайлар бар, кейбір жағдайларда. Өйткені бірақ дегенмен де бұл процесс қазір біраз реттелді. Заңдық тұрғыда нақты заңдар енгізілді. Жаңа коллекторлық ұйымдар қалай қоңырау шалу керек, қанша рет қоңырау шалу керек, қалай реттелу керек деген процестердің бәрі бір жолға қазір қойылып қалды біраз дәрежеде. Және де шағын несиелік ұйымдарға да байланысты пайыздарын қазір банктермен бірдей қылып, екінші деңгейлі банктерде бірдей қылып тастады, 56%-дан аспайтын деп. Демек, бұның өзі белгілі дәрежеде мемлекет тарапынан деп айтамыз ғой, енді қоғамдағы осындай жағдайларды сезіп, алдын ала бір ұлттық банктың бір алдыға қарай осыны парламентке ұсынуыменен бұл процестер ақырын жүріп келе жатқан жағдай бар. Бірақ дегенмен әлде де көп мәселе шешілмей жатыр. Шын айтқан кезде екінші деңгейлі банктер бұрын осындай төленбей жатқан несиелермен өздері жұмыс жасайтын, өздері қоңырау соғатын қайта-қайта, иә. Қазір басын қатырғысы келмейді. Қазір бірден алады, коллекторға жібере салады. Ары қарай сот орындаушысы тізгінді қолына алады да, қазір соңғы осы 1 жылдың бер жағында осы сот орындаушылары кәдімгідей бел шешіп тұрып кірісіп жатқан жағдайын көріп отырмыз. Түсінікті. Мынау дәл осы жағдай жеке адамның банкрот деген заңға алып келе жатқан жоқ па екен, қалай ойлайсыз?
алып келе жатыр. Біз түсініп отырмыз. Бұны жеке адам банкроттығы туралы заңды керек деп уже айтып Өткен жолда жүргенімізге, біз сөйлескенбіз, өте көп уақыт өтіп қалды уже. Соңғы бір өзім де осы туралы айта бастаған бір 3 жылдай уақыт болып қалды. Бірақ әлде де оған мән беретін емес. Негізінде бұл мәселеге тоқталу керек. Ресейде уже қабылдап қойған бұл заң нақты жүзеге асып жатқан жағдайы бар. Әлемде ол баяғыда бар. Демек, банкроттық деген кезде бізде тек қана компанияны банкроттыққа ұшырату бойынша заңдар бар. Ол туралы түсінік те бар жалпы. Ал енді жеке тұлғаның банкроттығы деген нәрсені біз естімеген де халық ол туралы білмейді де. Бірақ ол бізге керек негізінде. Неге? Өйткені жеке тұлғаның банкрот деп танылғатын болса ресми түрде, заң түрде, ол азаматқа ешкім енді тимейді. Оның несиелері кешіріледі. Ол азамат кәдімгідей қоғамның бір бөлшегі сияқты өмір сүре алады. Енді оның шектеулері бар. Шетелге шығармайды, оның карточкаларын бәрін жаңағы бұғаттап тастайды. Арнайы тек қана шот ашылады банктен, жаңағы өзінің айлығын ғана алып тұратындай деген сияқты. Сол арнайы шотпен ғана айлығын алып тұрады. Сосын айлығын біраз бөлігін өзіне, өміріне қажетті өзіне жұмсайды. Сосын қалған бөлігін деген сияқты өзінің бір реттелігі бар, яғни қоятын. Сондай бір шектеулері болмағанда, бірақ ең үлкен плюсы жаңағы егер қыруар қарызы болса, одан кешірілетін дүниелері бар. Демек, осындай заң бізге қажет. Өйткені біздің азаматтарымыздың бәрі әдейі барып осы несиені алып кейін бермей қояйыншы деп жүрмейді ғой. Олардың ішінде несиені өзінің бизнесін кеңейтемін, дамытамын деген сияқты мақсатта алған азаматтар бар, бір шаруашылықты жүргізейін, осы малды өсірейін, ауыл шаруашылығымен айналысайын деп алған азаматтар бар. Бірақ әртүрлі факторлар болады. Мысалға, жұт болады, қуаңшылық болады, әртүрлі факторлар. Содан кейін сол жаңағы қарыздың астында қалады. Осындай жағдайларда әрине ондай азаматқа барып жаңағы содан кейін сот орындаушыларына апарып үстінен төпелеп жаңағы бүкіл қарызды мойнына іліп, одан кейін сот орындаушысының қарызында жаңағы мойнына іліп, одан бөлек бүкіл сот шығындарын бәрін мойнына іліп, онсыз да отырған қарызды отырған адамды одан ары қиын жағдайға түсіріп қоғамымыздан алшақтатып тастаудың қандай құндылығы бар? Ол да осы қоғамымыздың бір азаматы ғой. Сондықтан да әлеуметтік бағыттағы мемлекетті құрамыз десе, үкімет осы мәселелерге көңіл бөлген дұрыс деп ойлаймын. Түсінікті. Мынау енді көпшілік айтып жатыр, осы жағдайдан кейін әсіресе мынау Facebook желісінде жеке сот орындаушысы болмау керек, мемлекеттік сот орындаушысы болу керек деп. Осыған сіздің ойыңыз? Мен өзім дұрыс қараймын. Шын айтайын, бірден айтайын, мемлекеттік болғаны дұрыс. Демек, яғни кешірерсіз сөзіңіз аузыңызда, бұл мемлекеттік сот орындаушысының жеке соттан сот орындаушысынан айырмашылығы қандай? Ол да шотты солай бұғаттап тастамай ма мысалы? Тура сондай әрекеттер жүреді, бірақ мемлекеттік сот орындаушы болса, оны мемлекет қадағалай алады да, нақты. Ана жағдайда да қадағалай алады, егер нақты заңдар болса. Бірақ та мен жалпы осылай көріп отырған, халықта белгілі дәрежеде кішкене мемлекет дегенге дұрыс көзқараспен қарайды да, енді кішкене жай бір ТО немесе бір жай бір жеке кәсіпкер субъектісі деп қана қарамайды. Бұл жерде үлкен бір артында мемлекет тұр деп қарайды. Деген мәселелерді сот дәрежесінде шешуге тырысады. Бірақ дегенмен де мен ойлаймын, бұл жерде нақты егер қарастыратын болсақ, әрине мемлекеттік деп айтқан дұрыс деп айтып отырған себебім, бұл жерде енді кішкене мемлекеттің үлес салмағының жоғары болатындығы және де кішкене жауапкершілікпен қарайтыны, ол жерде жаңағындай коммерциялық бір сипат алмайтындығы, өзінің пайдасын ойлайтын. Өйткені және сол сот орындаушылығына нақты жалақы тағайындалады да, сол жалақының төңірегінде ғана әрекет ететін болады. Демек, қандай да бір сот орындаушының жеке қызығушылықтары бұл жерде кішкене рөл ойнамайды дейсіз ба? Тыйылады да, сонда жаңағындай салдарға келмейді белгілі дәрежеде. Одан кейінгі мәселе, мынау жеке сот орындаушы бірден шотты бұғаттап тастайды ғой, барлығын. Мүмкін алдын ала хат жіберу керек шығар, немесе мысалы SMS ретінде деген сияқты. Жаңағы сіздің міне шотыңыз жабылайын деп тұр, қазір төлемесеңіз деген сияқты мысалы. Дұрыс. Мен бұл жерде шынын айтқан кезде бізде сол сот орындаушыларға қатты үлкен құзыреттілік беріліп қойып тұрған жағдайы бар. Әрине оларды ең бір қатты ынталандырып тұрғаны табысты бөлісетіндігі да, соның 10% соңғы ғой, любой сделканың былай қарағанда. Сонда ол көреді жаңағы. Әсіресе сол ипотекалық несиелерге қарай ұмтылады, өйткені үйдің бағасы қымбат қой. Ол жерден нормальный ақша алуға болады дейді да, содан кейін 10% емес, 25% емес па? Әр қалай ғой енді. Жоқ дегенде бір сондай пайызда жүреді. Бұл жағдай енді менің өзім басымда осыдан неше жыл бұрын екен, бір 3-4 жыл бұрын болған, сол 25%. Сол кезде енді сол есімде қалып қойған.
болған екен. Сол ғой, сонда олардың мүддесі не болады? Осы жерден жаңағы адамды жеңілтіріп, тезірек әбден тапалап, Аха. сол жердегі процесті жаңағы өзінің ығына жығу болады да, мүддесі сол. Өйткені соның процесті аяқтаса, ол тезірек сол ақшаға қол жеткізеді. Осы позиция дұрыс емес деп ойлаймын негізінде. Сондықтан да бұны олай үлеске бөліп қоюдың қажеті жоқ. Бұл жерде адамның тағдыры тұр ғой, ана адамның бала шағасы бар мысалға, ол қайда сонда тентіреп кету керек мысалға. Осындай мәселелерге келгенде ондай нақты заңдық нормалар болу керек, түсіндіріліп жазылатын. Ол жерде оның жеке өзінің мүддесі болмайтындай. Әрине екінші жағы болуы мүмкін, ертең айтады азаматтар, онда ешкім сот орындаушысы болғысы келмейді, онда андай-мындай деген сияқты. Жоқ, ол болады, бірақ нақты жалақы тағайындалсын мемлекет тарапынан, және олардың жалақысы төмен болмай ақ қойсын, мүмкін жақсы жалақы тағайындалсын. Осындай басқа да мотивтерді ынталандыруды пайдалануға болады деп ойлаймын. Адамгершілік нормалардың ішінде шешетіндей бұл мәселені. Түсінікті. Мынау жас жазушы Қанат Әбілхайыр Facebook желісінде президентке хат жолдаған болатын, өз ұсыныстарын. Сол жерде ол сот орындаушылардың пайдасын 60-70%-ға дейін қысқарту қажет екенін айтады. Сіз қалай ойлайсыз осындай ұсынысқа, қалай қарайсыз? Иә, мен ойлап тұрмын, бұл кісінің айтқан ойы сол жаңағы әрбір істен үлкен пайыз көреді ғой. Сонда ол жерде ол кісілерде нақты бекітілген жалақы жоқ та, олар жаңағы әрбір істен үлкен бір үлес алып отыр да, пайда алып отыр. Сол ең үлкен олардың қозғаушы күші болып отыр да. Содан кейін ол кез келген сделканы өзінің ығына қарай шешуге тырысады да. Адамдарды барып одан ары төпелеп, тезірек сол процесте өзің кінәлісің дегенге келтіреді, түбінде несиені уақытында төлемеген, тағы сол сияқты. Сөйтіп келеді да, жаңағы түбінде өзі табысқа қол жеткізуге тырысады. Сондықтан осындай адамгершілік сипатқа қарсы келетін дүниелерге ынталандырудың қандай қажеттілігі бар? Ол жерде жаңағы жалақыны менің ойымша қатты жаңағы әрине орташа жалақыдан жоғарырақ болсын, менің ойымша. Қатты кесіп тастауға да болмайды. Бірақ жаңағындай өзгермелі жалақы дейді. Жалақының өзінің түрі бар. Жаңағы тұрақты жалақы, өзгермелі, бонустар арқылы төленетін, жаңағы әрбір келісіммен төленетін. Ондай қойдың қажеті жоқ сияқты. Нақты тұрақты жалақысы болсын, соған қызмет етсін. Және ол төмен болмай қойсын. Ол ар жақта өзі тағы келісімдерге жол бермес үшін әртүрлі. Түсінікті. Но осы борышкердің, енді қылмыскердің борыштарын көрдім өз басым кеше, мынау кейбір сайттардан. Ол адам мысалы үй бәрібір кепілде ғой. Соған қарамастан оның мүмкіндігі бар ма еді бұл үйді өзі сатуға, өзінің қалаған ақшасы бойынша? Банктың өзі тіпті осы процесті о баста қайтармай бастады ма? Ол баста оны осы коллекторлық ұйымға бергенге дейін процесс болып жатқан кезде міндетті түрде сол үйдің иесін шақырып ескерту керек та, қатысу керек сол келісім. Бізде енді ондай процесс жүрмейді екен көбінесе. Яғни ол төлемей жүр ма, ұзақ уақыт төлемей кетті ма, болды. Оның үстінен шешім қабылдай береді да, алады да жаңағы істі. Банк енді өзі де шығынға батқысы келмейді. Содан кейін тым құрмаса осы коллекторларға өндіріп алсын сол ақшаны деп, өте арзан бағада сол коллекторлық ұйыммен келісе салады да. Мінекей осы жерде меніңше сол әлемдік тәжірибеде жаңағы үйдің иесін шақыртады, көрсетеді, мінекей мынандай шарттарда өтіп бара жатыр. Мынандай шарттарда егер де сен қайтармасаң, бұл процесс ертең тіпті үйіңнен айыруға барады деген мәселелер айтылу керек деп ойлаймын. Одан кейін енді нарықтың өзінің бір заңдары ғой енді. Жабайы капитализм дейміз. Келісім шарт өзі сөйтіп қойылады да, және азаматтар негізі осындай залогқа қоятын мүлік несиеден абай болған дұрыс та, бірақ амал жоқ. Сен өзің ипотекаға үй алып жатсаң, сол бәрібір залогта тұрады да сол үй. Сонда сен қиын жағдайға тап болғанда не істейсің? Қалай төлейсің? Міне осы мәселелер күн тәртібінде. Бірақ та біздің мемлекетімізде мүлдем адамгершілікке қарама-қайшы банктер жұмыс жасайды деп айтуға келмейді. Шынын айтқанда сондай жағдайға тап болсаң, сен сол банкпен барып, жағдайыңды айтып, жұмыссыз қалсаң, жұмыссыздығыңды айтсаң, саған кәдімгідей 6 айға дейін каникулдар беріледі. Енді 6 айда сен бір жұмыс табуың керексің ғой. Бір жерге әйтеуір тұрып үлгересің ғой мысалға. Осындай жағдайлар бар да, демек банк тарапы да барынша адами түрде сөйлесуге тырысады.
Бірақ егер олар сізді дұрыс қабылдамай жатса, сол жердегі қаржы менеджерлары мүмкін біліксіз, мүмкін жас маман сізді дұрыс қабылдамады, иә, сізге бір дөрекілік көрсетті, онда сіз неге бұрылып қолыңызды бір сілтеп кетуіңіз керек? Бұл мәселеге уже кәдімгідей келу керек. Бастығың қайда, шақыр, бастығыңмен сөйлесем. Өйткені олар да адамдар. Ал енді онда да келмей жатса, онда бізде ұлттық банктан қазір бөлініп шыққан қаржы қадағалау агенттігі бар. Сол жаққа арыз шағымыңызды білдірсеңіз болады. Олар да өз тарапынан үлес қосады негізінде. Егер олар да назардан жаңағы не жатса, онда ол мәселенің бәрін соттық дәрежеде шешуге тырысу керек та. Мысалы, арнайы заңгерді жалдап, заңгермен жұмыс жасау керек. Ал енді бірақ дегенмен мен өзім ойлаймын, жалпы адамның жалғыз баспанасын тартып алмау керек негізінде. Бірақ бізде санада қазір сондай ой қалыптасқан көрінеді адамдарда. Адам жалғыз баспанасына тимейді бәрібір деген сияқты да. Сонда төлемей жүре беремін, бәрібір ол менің жалғыз баспанам деп адамгершілікпен қарайды да, кейін соңында менде қалады деген бір сондай үмітпен жүріп қалатын сияқты. Бірақ әлі ондай заң жоқ бізде. Сондықтан мен ойлаймын, осы жерде ол заң көтерілу керек. Адамдардың жалғыз баспанасын тартып алуға шек қойылатын. Өйткені ол қайда барады басқа? Сондықтан жаңа жеке тұлғаның банкроттық болатын заңын да айтатын болсақ, қабылдайтын болсақ, ол өзінің жеке мүлкін сата алмайды. Ол өзінің басында тұрады, бала шағасы сол жерде тұрады мысалы. Сондықтан осындай заңдар бізге қазіргі уақытта керек. Ауадай қажет дейсіз ғой. Енді осы істен қандай сіз өзіңіз ой түйдіңіз? Енді бүгінгі осы подкастқа бір қорытынды жасасаңыз. Бұл әрине Жалпы қандай ой түйуіміз керек барлығымызда? Бұндай жағдайлардың болып жатқан әрине өкінішті. Және біздегі банктердің пайыздары да жоғары. Мысалға, ол да бар да. Ол да бар. Өзінің рөлін бәрібір ойнайды да. Мысалға айталық, сіздің табысыңыз аздау, мысалға, жетпей жатады, несиеге кіресіз. Бірақ та ол несиенің пайызы 30%, 56%-ға дейін кетеді да. Нәтижесінде ұзақ мерзімде сіз әбден қарыздың шырмауында қаласыз. Мінекей осы жаман да. Сондықтан банктердің пайызы төмен болу керек. Ол кәдімгі қоғамның бір өте қажет дүниесі. Егер сен қоғам экономикалық жағдай, әлеуметтік жағдай өркениетті болған қаласаң, онда банктердің жоғары пайыздары қоймасын. Екінші деңгей жаңағы банктерге әлі айтылған жоқ пайыздар түсіру туралы. Бірақ жаңағы шағын несиелік ұйымдардың пайызын 56%-ға түсірді ғой. Енді банктер түсірсін пайыздарын. 30%-ға дейін түсіріп тастасын. Одан да төмен. Менің ойымша. Бірақ енді әрине екінші фактор бар. Әрбір таяқтың екі ұшы бар сияқты. Экономикада өзі сол да, эквилибриум дейді. Бір жаққа шығып толық сөйлей алмайсың да. Өйткені қоғамды біз бір жақтық қойсақ, онда мемлекеттің құрылымының өзі болмайды. Қоғам өзі сондай қызығушылықтардан тұрады. Жеке мемлекеттің өзінің қызығушылығы бар. Адамдардың өзінің қызығушылығы бар, және жаңағы компаниялардың өзінің қызығушылығы бар да. Компаниялар көбірек табыс тапқысы келеді. Халық болса сапалы өмір сүргісі келеді. Мемлекет болса ол мемлекеттің болашағын ойлайды. Бірақ ол қызығушылықтардың бәрі сол мемлекеттің тұтастығы мен болашағының жарқын болуына қарай бағытталу керек деп ойлаймын. Осы тұста келгенде, бізде кейбір азаматтарымыз да бар. Жаңағы өзі ақшаны алып, сосын қолын бірақ сілтеп, жаңағы мен не істей аласыңдар, ал ешқандай кепілдікке қойған затым жоқ. Басымды кесіп алсаңдар да төлемеймін деп, шетелге шығайын деп жүрген мен жоқ деп жүре беретін да, мысалы. Бар ондай кісілер. Сондықтан адамның да жауапкершілігі. Біздегі пайыздардың жоғары болуының тағы бір себебі сол уақытында төлемей қойған азаматтардың проблемалық несиелері ғой. Сонда уақытында төлемей қойды, сол проблемалық несиелердің бәрі көбейіп тұр. Солардың бәрінен зардап шеккен банктер де білет қоғамнан барлық несие қайтпайды. Бұл қоғамда сауатты адамдар бар, уақыт төлейтін, және жауапсыз адамдар бар, төлемнен қашып кететін. Сондықтан сол тәуекелді олар пайыздарына есептеп, пайыздарын жоғарылатып қоятыны бар. Демек, екі жақты келу керек. Банктер пайыздарын түсіру керек. Олар түсу үшін мемлекет өзінің міндетін атқару керек. Жаңағы елімізді қарапайым заттармен өзін қамтамасыз етіп, импортқа тәуелділіктен кетіп, импорттан келетін тауарларды азайтып, өзімізде шығарып, оның бәрі сол теңгемізге құн береді, қуат береді. Теңгеміз құнды болса, кішкене артықшылығы болса, онда ертең базалық пайыздық мөлшерлеме ұлттық банк түсіреді. Сол кезде өзінен өзі табиғи түрде банктердің де пайыздары түседі. Жаңа 30%-ға қысқарту керек деп айтып жатырмын. Енді бұл мәжбүрлі түрде жасалатын қадам да.
Бірақ ол банктерге жақсы әсер етпеуі мүмкін ертең. Банктер де оны өздеріне жақсы қабылдамайды да, өйткені ол мәжбүрлі түрде жүзеге асады. Ал егер мемлекет өзінің сол жаңағы индустрияландыру, елді өзінің тауарларымен қамтамасыз ету деген функциясын жақсы атқарса, автоматты түрде ертең жаңағы ақша несие саясаты реттеледі да. Біз кейде банктерден іздейміз көп кінәні, бірақ ол өзі ауырып тұрған экономикасы бар мемлекетте банктерде ауру болады ғой. Сондықтан бұның тереңде мәселесі. Екі жақты қарау Иә, керек дейсіз бұл ғой. жерде үкімет өзінің жаңағы экономикасын турлауға, өзімізде тауарлар өндірісін дұрыс жолға қоюға, жазылып жатқан көп индустриалдық бағдарламаларды сөз жүзінде алып қалмай, оны нақты іс жүзіне көрсететін уақыт келіп жетті. Сол кезде ақша несие саясаты да өзі банк саласы да жаңағы ауырып тұрса, сол жазылады, өзі реттеледі, пайыздар да ретке келеді. Ал енді үшінші мәселе халықтың азаматтық борышы, өзінің азаматтық жауапкершілігі. Міндеті. Қарызды алдыңыз ба, ол сіздің қарызыңыз ғой. Енді сіз өзіңіз досыңыздан да бауырыңыздан да қарыз алсаңыз қайтаруға тырысасыз ғой, енді адамгершілік тұрғыда. Тура сол сияқты сіз банктен қарыз алғаннан кезде оны қайтарам деген ниетпен алдыңыз ғой. Демек, қайтаруға тырысу керек та, жауапкершілік. Сол жағдай орындалса, уже жаңағы қайтарылмайтын несиелердің де пайызы азаяды, үлес салмағы. Нәтижесінде пайыздар жаңа банктерде өзінің тәуекелдік басқару жоспарында пайыздарды қатты өсірмейді. Сонда жаңағы төмен пайыздарға келеміз. Менің ойымша, халықтың тарапынан қаржылық сауаттылықтың азаматтық ең бастысы белсенділіктің болуы және қаржылық сауаттылықты қалыптастыратын да ұлттық банктың бағдарламалары, соны дұрыс жүзеге асыру қажет деп ойлаймын. Және тұтастай мемлекетте осы қаржылық сауаттылықты арттыру бойынша нақты ұлттық бағдарлама әзірлеп, мектептегі жаңағы балабақша деп айтпай ақ қояйын, бірақ мектептегі табалдырықтағы бастауыш сыныптан бастап балаларымызды біз осы қаржының тілін оқып білуге, экономиканың қандай да бір заңдарын оңды солды білуге үйретуіміз керек деп ойлаймын. Одан кейін жоғары класстарда іскерлік, белсенділік, бизнес деген сабақтарды берсек, онда біз болашақта бәсекеге қабілетті ұлт та дайындаймыз, еліміздің де болашағы ақырын ретке келеді. Түсінікті, рахмет сізге көп. Бүгінге осы жағдайдан кейін мұндай жағдай қайталанбайды деп үміттенемін, соған сенгім келеді. Эфирде болған экономист Мақсат Халық және подкаст жүргізушісі мен Ғалымжан Сәңкібаев. Келесі жүздескенше караван әрдайым жаныңыздан табылсын.